Жамария Хабан қызын көпшілік сән қоя жатап кеткен. Жасы 95-те, келінінің желдегі парақшасында бұл видео 600 мыңға жуық қаралым жинаған. Ол дүкен аралап, отбасы мен сауда орталықтарын аралағанды ұнатады екен. Жасым көңілді өмір сүруіме кедергі емес дейді ғасыр құртасы. Осы баладарымның күтімі жақсы әсер етіп отыр ғой. Енді дайындап береді чай тамағымды, ішемін, жатқызат, тұрғызат деген секілді. Машинаға апарса көтеріп апарып, отырғызып көтеріп түсіреді. Осылардың арқасында сол естіп, тірі болып жыбырлап жүріп жүрген мен осы балаларымның арқасы негізі. Таңертең тұра саламдағы бір шыны суға бір қалақ бал салып жіберіп соны ішіп алады. Міне. Осы менен сол жүргеннен жүріп кетесің, түк түспейді, қайтып. Ғасыр әже бойжеткен шағымнан жинақы жүремін дейді. Еңбекке ерте араласқан соң сәнді киіну мүмкін болмағанын айтады. Алайда жас кезінен қалған кейбір әдеттерін ұмытпаған. Әлі күнге дейін керек киімін өзі тігіп алады, арасында тіпті билеп қояды. Баланы жүзбаланы бәге агабылжып дейді ғой енді. Үйтіп жүрген жақтыртпады енді. Жаспен ғой ол кезде. Бейде биледім қарағым, істе тіктім, қолым менен тіктім, әуелді машинада жоқ. Осы менен көйлегімде тігіп киіп аламын. Өзі ішкімге піштірмеймін деме, өзім пішіп, өзім денеме сәйкестіріп, өз көйлегімді өзім тігіп келіп, осындай болды. Оның танымал болуына себепкер немере келіні Айжбек. Сәнге қызығушылығын байқап, видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктеген. Негізі әженің өзінің жас кезінен арманы болған екен, жаңағы жарық экранға шығу, теледидардан шығу, жақсы айтарым бар еді деген сияқты өзінің арман тілегін маған айтып жүретін. Бізбен бірге сауда орталықтарына ешқандай бір қорқынышы жоқ, адамдар мен туралы не ойлайды деген, осылай киініп әдемі болып жүреді десеңіз, келісу мүмкін. Мен сізді бояндырайын десеңіз де қарсы келмейді. Осыған келген жарықтарымды күтіңдер, дендерің сау болса, осы ешкімге дес бермесіндер, қалаған нәрселеріңді, қолдарың алып қалаған нәрселеріңді жүріп тұруға болады, неместі істесіңдер де. Оның тың болып жүруі тынымсыз тіршіліктің арқасы. Қарияға қарап қарттықтың ешқашан жаспен өлшенбейтініне, көңілдің қартаймайтынына көзіміз жеткендей. Айналасына шуағын таратып, шұғыласын шашып отырған Жамария әже 7 баладан 10 немере, 15 шөбере сүйіп отыр.